Сәлем баршаңызға. Клубничный коктейль дайындалу жолын көрсетіп өтеміз сіздерге. Лактейл 3,2% деген сүті қажет, дүкеннің сүті. 2 штук мороженое қажет, ешқандай қоспаларсыз, молочный болу керек. Пломбир немесе жаңағы ностальгия салсақ болады. 7-8 штук клубника саламыз, жақсылап майдалап турап аламыз. Блендерден өткізуден алдын менде үлкендеу. Егер клубникаларыңыз майдалау болса 10 штуктай салсаңыздар да болады. Жаңағы 2 штук мороженемізді бөлшектерге бөліп аламыз. Блендердің ыдысына барлығын салып, енді жаңағы сүтімізден құямыз. 100-120 мг құйсақ болады. 100 мг құйсаңыздар да болады. 120 мг құйсаңыздар 2 порцияда шығады. Неге десеңіздер, бізде бұл қазір қоюлау болып шығады. Енді осылардың барлығын біркелкі масса болғанша, коктейль қалына келгенше блендермен жақсылап езіп өткізіп аламыз. Міне клубникамыз езіліп, ішіне осылай қызыл әдемі түс болып шығады. Көбіріп, өте күшті болып шығады. Міне біздің осымен жасалу жолы оңай. Клубничный коктейліміз дайын. Көшеден, кафе, ресторандардан 2-3 есе қымбаттап сатып алғаннан өздеріңіз үйде сатып алып, арзандау етіп жасап ішсеңіздер болады. Жаздың ыстық күнінде өте күшті кетеді. Бокалдарыңызға осылай құйып, көрдіңіздер ме, қандай қою әдем болып шыққан, ішкен кезде прям күшті болады. Міне бізде тағы мына жақта тағы да бір порция шығады, тағы да бір бокалдай шығады. Жасап көріңіздер.